СПМК микрорайоны. Мына біздің ғимаратымыз Карамель деп аталады. Бұл районның ерекшелігін айтып өту керек. Мына осы СПМК-ның басты көшелерінің бірі. Үлкен қаланың басты көшелеріне айналып келе жатыр қазір. Себебі олай қарай жаңа үйлер әлі де салынып жатыр. Қазіргі кезде 50 шақты тұрғын үй бар. Мына жақта да үйлер орналасқан. Осы үйлердің бәріне алдағы уақытта мектеп қажет болады, оқу орталықтары қажет болады. Сондай оқу орталықтарының біріне осы ғимарат жарамды. Ішкі көлемі 700 шаршы метрді құрайды. Алдыңғы бөлігінде парковкаға арналған арнайы орын бар. Мына жер парковка. Жанында сауда үйі бар, мини-маркет. И сонымен қатар алдағы уақытта мына жерде де қателеспесем асхана ретінде ашылатын тағы да бір ғимарат қосылып жатыр. Ғимараттың ішкі көрінісі, алғашқы кіреберіс бөлігі. Мына тұста ресепшн жасаса болады. Енді екінші қабатқа қарай көтерілеміз. Баспалдағы барлығы ыңғайлы жасалған. Қазіргі таңда екінші қабатқа көтеріле беріс бөлік. Мынау біздің ғимаратымыз. Үлкен аумақ 700 шаршы метр. Дәл осы көтерілген бойда негізі бұлар балкон. Мына жақта тағы бір балкон бар. И ана жерде тағы да бір ғимарат, то есть бөлме орналасқан. Балконның өзі бір кабинет қылып жасауға болады. Арнайы батареялар орнатылған. Едені кафель. Жоғарыға дейінгі биіктік 4-тен асады. Енді алдағы уақытта бұл ғимаратта алатын болсаңыздар, бөліп алуға болады. Ғимараттың егесінің айту бойынша, если бөлетін болсаңыздар, әуелі бөліп алып, содан кейін эмульсиялап берем деп айтты. Если сразу эмульсиялау керек болатын болса, онда жасап береді. Әжетханаға байланысты айта кетейін. Бұл жерде әжетхана жоқ екен көрініп тұр. Енді мына жерде бізде арғы бетінде тағы да салынып жатқан бөлек ғимарат бар. Сол ғимаратқа вход жасап береді, яғни кіреберісіне жерден. И сосын жағынан қанша сіздерге әжетхана қажет, сонша жасап берем деп отыр. Бұл көп уақытта алмайды. Жобамен енді ол кісінің жоспары бойынша, если сіздерге шұғыл қажет болатын болса, қыркүйек айының 15-іне дейін бәрін толығымен жасап бітіріп берем деп отыр. Бұл да бір кабинет.